Сәлем құрметті менің YouTube көрерменім. Бүгінгі тақырып бала не үшін аунамайды? Негізі қалыпты жағдайда 3-4 айында аунау керек қой бала. Бірақ кейбір балалар аунамайды. 5 ай, 6 ай уже аунамайды да, домаламайды. Соның себептерін бүгін айтатын боламын. Алдымен видеоға лайк басайық. Және де төменде қызыл кнопка тұрып подписаться деген. Мен айтудан жалықпаймын. Сіздер лайк басудан жалықпаңыздар. Ендеше видеомызды бастаймыз. Достар, негізі бала қалыпты жағдайда 3-4 айында аунау керек. Уже да. Бірақ жаңағы айтқанымдай уже 5-6 ай аунамайды да. Көбінесе осы 3 жағдайда аунамайды бала. Біріншіден, балада гипотонус болса, бос болса денесі, аунамайды да, кеш аунайды. Екіншіден, перевес болса, кеш аунайды. Үшіншіден, баланың қолы слабый болса, әлсіз болса, баланың қолы, кәдімгі қолы бар ғой, сол бос, слабый болса да, бала кеш аунайды. Бұны сіз өзіңіз үй жағдайында массаж істеп, гимнастикаларын істеп аунатсаңыз болады. Мен қазір көрсетемін. Сіздер видеоға лайк басыңыздар ма айтпақшы? Я, бастық қой деп жазып қойсаңызшы комментарийге. Оқып отырамын ғой. Так, достар, біріншіден, егер гипотонус болса да, жаңа айттым ғой, аунамайды. Ондай жағдайда гипотонус болса, от души мыжғылау уқалап, ЛФК жасау керек. Кәдімгідей қолдарына гимнастика да. Қолдарына гимнастика. 1, 2, 3, 4, 5. Гипотонус болса да кеш аунайды достар, бала жаңа айтқанымдай. От души мыжғылау уқалау керек. Арнайы видеосы бар, каналымда көріп шықсаңыз болады. Мыжғылау уқалау керек и ЛФК жасау керек. Қолдарына жақсылап, аяқтарына. Бос қой, баланың денесі бос былжырап жатыр. Былай жатсаң, былай қойсаң, былай жатады. Былай қойсаң, былай жатады. Қимылдамайды, әрекет жоқ. Сосын жаңағы айтқанымдай, қолы әлсіз болса да кеш аунайды достар. Көбінесе осы қол слабый болады балдарда. Содан да кеш аунап жатады. Ол қолын қалай қатайтамыз? Массаж арқылы қатайтамыз. Кәдімгі общий бір курстан баланы аунатуға болады. 10 күн массаж жасап. Ол үшін қолына көбірек мән бересіздер. Балаға общий массаж жасаймыз, бірақ қолына көбірек мән бересіздер. Алақандарын жақсылап ашып тұрып маймен уқалайсыз. Алақандарым бар ғой, жақсылап. И гимнастика жасайсыз қолына. Кәдімгі жерге ұрып тұрып бар ғой, міне. Ұрғанда қатты емес. Жайды, легкий ұрып, былай гимнастика. 1, 2, 3. Сосын бар ғой, былай жасамаңыз, естіңізде өзі. Көрін отырмын өзі. Короче бар ғой, міне. Баланы былай қолын X қылып жасамаңыз. Ол зиян өте балаға. Болмайды, короче, жасауға. Былай жасай беруге болады, не. 1, 2. Көрініп отырмын ба? Басым. Өп көттіз мұна өмір. Басым. Дұрыс көрінбей қалды ғой. Міне. 1, 2, 3. Арнайы оператор жоқ. Өзім оператор, өзім монтажер, өзім журналист дегенде болды ғой. Достар, міне. 1, 2, 3. Қолына 1, 2, 3. 1, 2, 3. Баланың қолы әлсіз болса да, көп жағдайда осы балдардың қолы слабый, әлсіз болып жатады. Содан да бала кеш аунайды. Түсінікті ме достар? Қолына көбірек массаж жасаңыздар, от души уқалаңыздар. Мына нелерін, кестерін жақсылап бар ғой. Абайлап уқалайсыз ғой, абайлап. Ешқандай қиындығы жоқ. Кәдімгідей массаж істеп аласыз, артынан гимнастика да. Жаңағыдай массаж істеп боласыз ғой, жақсылап балаға общий массаж істейсіз, қолына гимнастика істейсіз. Потом міне өзіңіз осылай үй жағдайында аунатып үйретсеңіз болады, тез аунап кетеді. Міне қолын дәл осылай ұстаймыз. Көрініп тұрма сіздерге? Бала жерде жатады бірақ. Міне 1, 2, 3. 1, 2, 3. Көрдіңіз ғой, массаж ЛФК-сын істеп болғаннан кейін осылай баланы өзіңіз аунатып үйретесіз достар. Кәдімгідей аунап кетеді. Міне 2 аяғынан ұстаймыз потом 2 аяғынан ұстаймыз. 1. Көрдіңіз ба? Обратно. 2, 3. Көрдіңіз достар, ешқандай қиындығы жоқ осылай. Солай достар, осының себептерін айтып өтейін дегенмін ғой, не үшін аунамайды бала. Көп сұрайды комментарийге. Бала не үшін кеш аунайды, неге аунамайды. Себептері сол, аунамайтын себептері. Қолына көбірек массаж жасайсыздар. И ЛФК гимнастика. Видеоға лайк басайық. И осы видеоны WhatsApp чаттарға таратыңыз, басқалар да біліп жүрсін. И каналға тіркеліп кетейік, тіркелмеген болсаңыз. Келесі видеода жолыққанша.